Мамлекетимизде ресурслардан акылга курас пайдалануу, суу таминаты системасын модернизациялоо һәм тарауды башкаруудун заманауи усулларын энгизүү мамлекеттик саясаттын тик аргы багдарларынан бирине айланды. Әсіресе климат өзгөрүүгө, суу ресурсларынын шектенгенлиги һәм ауыл кожалыгында сууга болгон талаптын артып баратырганы бул тарауда бүткүлөй жаңаша катнашларды талап этпекте. Осы көз карастан мамлекетимиз башчысынын суу кожалыгы тарауында базар механизмдерин кең энгизүү илажлары хакындагы фарманы суу кожалыгы тарауындагы реформаларды жаңа баскычка алып чыгууга кызмет этетугун ахметли хукуй жүйөт болуп эсептелет. Онда суу кожалыгы объектилеринин натижелүү пайдалануу, тарауга жеке менчик секторду тартуу, инвестициялык орталыкты жакшылоо, мамлекеттик жеке менчик шериктик механизмдерин равжландыруу һәм ресурсларды башкаруу дарежесинде санлы технологияларды энгизүү боюнча анык вазифалар белгилеп берилген. Бириней районунда осы фармандын мазмун маанисин ахметин кең жамиятчылыкка жеткирүүгө багышланып көргүзмөлүү семинар өткөрүлдү. Оган Карагапакстан Республикасы һәм Хорезм вилаяты суу кожалыгы шөлкемдери, тийиштүү мекемелер башчылары һәм канегелери катнашты. Элажда фарманда белгиленген ахметли вазифалар додоланды. Атап айтканда, суу жеткирип берүү кызметтеринин экономикалык натижелик һәм базар принциптери тикарында шөлкемдештирүү, суу кожалыгы объектилерин башкарууда мамлекеттик жеке менчик шериктик механизмдерин кеңейтүү, суу исабын жүргүзүү һәм башкаруу процесслерин саллаштыруу боюнча түшүнүктөр берилди. Бұл су қожалық тарауындағы кәсіпкерлерімізге көптен күткен бұл фарман болып есептеледі. Су қожалығы объектілеріндегі коллектор дренаж тармақларының қырғақ бойында жайласқан топырақ үйімларын іспілермелерге туырдан туыры шартнама тикарында беру бойынша қолайлыққа жаратылмақта. Бұндан тысқары коллектор тармақларындағы су майданында балықшылық һәм құсшылықты рауажландыру бойынша шартнамалар тикарында беру бойынша көплеген имканиятлар жаратылды. Атап айтсақ, қосымша жұмыс орындары жаратылады, һәм өзін бант ету имканиятлары жаратылмақта. Семинар давамында суу фонду жерлеринен пайдалануу натижелигин арттыруу маселелери додоланып, слайдлар аркылуу фармандан күтүлүп атырган натижелер хакында түшүнүктөр берилди. Бүгүнкү күндө бул фарманга асасан көп жеңилдиктер яратылган, көп күтүлгөн фарман десеген болады. Себеби мына өзүмүздүн шу Амудария дарыясында жыгылып калган кум шагалларны тоорудан тоору тазалап алып, ундан ташкары суу фонду жерлерини ижара асасында фукараларыбызга бериш ва эртеге шу худутларда ишчи орунларды яратыш эң асасий максаты кылып алынган. Бу жерде энди фукараларга кошумча дарамат тапыш имканиятлары кеңейтирилген. Семинардын амелий бөлүмүндө катнашуучулар райондагы суу кожалыгы объектилери аймагында амелге асырылып атырган жумушлар менен таанышты. Суу ресурсларынан өнүмлүү пайдаланган алда интенсив усулда балык жетиштирүү аркылуу калкыбыздын балык өнүмдөрүнө болгон талабын канааттандырууга айрыкча этибар каратылмакта. Бул багдарда суу кожалыгы системасында коллектор бойларында жардамчы кожалыктарды шөлкемдештирүү һәм балыкчылыкты рождандыруу багдарында үлкен жумушлар амелге асырылып атыр. Кылчынак ауыл фукаралар жыйны аймагында шөлкемдештирилген ушундай жардамчы кожалыктамыз. Бул жерде шөлкемдештирилген 2 гектар майдандагы коллектор бойлары һәм жасалма хавузлерде 3 тоннага чейин балык жетиштирилип келинбекте. Жағаларды қорғау дамбалары һәм өзеллерді тәртіпке салу құрылмалары басқармасы Елікқала районы бөліміне қарасылы жер учаскасында коллектор дренаж тармақлары суларынан пайдаланған алда ижара шартнамасы тикарында бүгінгі күнде балық жетістіру жолға қойылмақта. Бүгінгі күнде қожалықта 5 балық түрлері жетістірілмекте. жылдан иш баштадык бу жерде. Майданы беде 6 гектар yerimiz бар. Көлі 2 гектар. Баста 250 кило таштадык. Аста-аста көпөйүп атыр жылда шу 20 центнер балык береді да жылда. Сазан бар, ушар бар, майбаш бар. Улкан балыктарыбыз 2-2,5 кило келеді. Иштесе болалы. Медет кылыш керек да азыраак. Жағаларды қорғау дамбалары һәм өзеллерді тәртіпке салу құрылмалары басқармасы Елікқала районы бөліміне қарасылы жер учаскасында шаруашылық, құсшылық, атап айтканда үйрек бағу жолға қойылып, қосымша демалу орындарда шөлкемдештірілген. Бұның нәтижесінде фукаралардын бәнтлігі тәминленбекте. Кылчанак ауыл фукаралар йыгында 6 гектар yerimiz бар. Шу жерде 2-6 гектар yerге кабак экип койбуз, 0,70 соток yerге бугдай,
0,70 sotik yerda bog'imiz bor. Shu bilan birga 8 ta qaramal, 150 o'rdak, 80 tovuq boqib qo'yibmiz. Bular hammasi ishchi xodimlarga qo'shimcha daromad yetishtirish maqsadida bo'lib turibdi. Hozirgi kunda mana 10 ta chertak tashkil qilingan. Sohil bo'yi mintaqa yerlarda bundan ishchilarni qo'shimcha ish o'rni yaratilib, 5 odam ish bilan ta'minlanib turibdi. Bu yerda bir 100 odamga xizmat qiladi. Hamma sharoitlar yaratilgan. Dam olish maskanida shu ish xodimlar ham dam oladi, qo'shimcha tashqarida fuqarolar ham kelib bu yerda dam olib ketadi. Sohil bo'yi mintaqa yerlarda suv xo'jaligi xodimlari uchun mana qarorlar chiqarib, turli sharoitlar yaratib beryapti. Bu sharoitlardan bizlar ham foydalanib, qo'shimcha dehqonchilik qilyapmiz, baliq boqyapmiz, parranda, hammasi ish xodimlarga qo'shimcha daromad. Rayonda ауыл қожалығына мөлшерленген жерлердің атыс шеттерінде, сондай-ақ коллектор дренажлар атраптарында жер майдаларында қосымша ауыл қожалығы өнімдерін жетістіру, балықшылықты рождандыру үшін көптеген имканиятлар бар. Бүгінгі күнде районда істің көзін білген ісперменлер осындай имканияттан ұтымлы пайдаланып, жоғары дарамат алумен бірге балықшылықпенен де шұғылданып, демалу орынларын шөлкенместіріп, жер һәм су ресурсларынан өнімлі пайдалану бағдарындағы істерге үлес қосып келмекте. Shartnoma asosida olib 3 gektar yer maydonida dam olish maskani tashkil qilyapmiz. Bu yerda hozir chertaklar qurilgan, suvlarga baliqlar yuborilgan, 6 kishini ish bilan ta'minlayapmiz. Bu yerga gektariga 1,5 shtukdan tashlab, jami 4,5 ming shtuk baliq tashlab qo'yganmiz hozircha. Bizga ko'p imkoniyatlar berilyapti. Baliqni rivojlantiryapmiz, dam olish maskanlarini quryapmiz, oila a'zolarimizni, do'stlarimizni ish bilan ta'minlayapmiz. Endi rejalar bu yerda dam olish maskanini kattaroq qilib, faqat yozgi emas, qishki ham qilib bu yoqlariga kapsulali qorinlar qurib ishlamoqchimiz. Әр жыл сайын елімізде халық санының өсуі, су һәм жер ресурсларының шекленуіменен ауыл һәм су қожалығы тарауында көптеген жойбарлар тұрмысқа енгізілмекте. Қарақалпақстан Республикасы су қожалығы министрлігі системасында су хәуізлері бойларындағы жер майдаларынан өнімлі пайдалану мақсатында жәрдемші қожалықларды шөлкенместіру бойынша бірқатар жұмыстар алып барылды. Қарақалпақстан Республикасындағы коллектор тармақларында бүгінгі күнде 200-ден астам ісперлерлер тарапынан шартнамалар тикарында балықшылықты һәм де үйрекшілікті рivojlandыру бойынша жұмыстар әмелге асырылып келінбекте. Халықтың бәйітлігін тәминлеу, кіші бизнес субъектілерін шөкемлестіру жұмыстары әмелге асырылып, бүгінгі күнде Беруни районында да мысал ретінде айтса болады, 48 субъект тарапынан мелиоративтік экспедиция екеуі келісімі арқылы шартнамалар тикарында балықшылықты rivojlandыру бойынша жұмыстар әмелге асырылмақта. Көргізбелі семинар давамында қатынасушылар Елікқала районы Ақшакөл демалу орында болып, су объектілері атрафында туризм һәм қызмет көрсету инфраструктурасын рivojlandыру бойынша әмели жұмыстардың нәтижелерін көзден өткерді. Су қожалығы тарауында базар механизмдерін кең енгізу іләжлары хақындағы президент фарманы тикарында беріліп атырған имканиятлардан пайдаланған алда, қосымша басқа да осындай орындарда туризмді rivojlandыру, қызмет көрсету орынларын шөлкенместіру бойынша пікір ұсыныстар білдірілді.